Балалар, сәлеметсіңдер ме? Балалар, біз әріптер қаласын іздеуге шықтық. Достар, бұл қаланы бәріміз бірлесіп табайық. Карта бізге жол көрсетеді. Қазір табамыз. Тұмар, әріптер қазынасы, бізге қазынаны ашу керек. Ол үшін қаланың атын табуымыз керек қой. Балалар, бірге тауып көрейікші. Қалай ойлайсыңдар? Мандарин, моншақ, мейіз. Демек бұл М қаласы болғаны ғой. Қалақай! Жарайсың, Тұмар. Жақсы болды, е? Біз қаланы таптық. Е, біз бүгін М қаласымен таныстық. Достар, М деп бірге қайталайықшы. М. Балалар, бізбен бірге болыңдар. Қызықтың бәрі алда. Балалар, біз бүгін М әрпіне саяхат жасаймыз. М әрпі дауысты дыбыс па, әлде дауыссыз дыбыс па? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз дыбыс. М әрпін айтқан кезде ауа өкпеден кедергі ұшырап шығады. Яғни, біз М әрпін көк үйге қоямыз. Балалар, біз енді М әрпінің жазылуымен таныс болайық. Бірге жазып көрейік. Солға иілген қармақша, оңға иілген қармақша, көлбеу сызық. Кіші әрпі де дәл осылай жазылады. М дегенім мандарин, тәтті жеміс таңдарым, жинап қоям қап